Ұлыстың ұлы күні 22 наурыз. Жыл басы күн ұзарып, түн қысқарып, еліміз елжіреп, жеріміз жұмсарып, Самарқанның көк тасы еріп, күн мен түн теңеледі. Армысың түн, барша жер бетіндегі тіршілік иесіне тыныс алдырып, жаңа жас Қазақстанның дамуына қоса адамзат баласымен тыныштыққа қауышу бақтың құтты болсын. Ортамыз өзіңмен ажарлансын. Армысың күн, тылсым тыныштыққа жатсам да, жер бетіндегі тіршілік иелерінің тіршілігінен хабардармын. Өзің айтқандай, елбасының жолдауындағы халқымыздың тұрмыс тіршілігін, әл ауқатын көтерудегі оң қадамдары менің де қуанышым. Сондықтан ашық аспан аясында жүздеріңнен бақыт, нұры төгілген халқымды өзіңмен құшақтастыра тұрып құттықтағалы келдім. Сәулесі мол күнмін, Жұлдызы көп түнмін. бүгін біздер бірдей боп теңелеміз бүгін. Ал ертең күн ұзақ, Түн қысқарар бірақ, ұйқы қанбай қалып, жүрмеңдер бірақ.